Сәлем оқырман, бүгін біз үй жағдайында рулет дайындаймыз. Ол үшін 5 жұмыртқаны ағы мен сарысын 2 бөлек ыдысқа бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағын венчиктің көмегімен әдемілеп көпіртіп аламыз. Сіздер миксер пайдалансаңыздар да болады, сол кезде тезірек болады. Көпіршік пайда болғаннан кейін біз 120 грамм қантымызды саламыз. Яғни біртіндеп асықпай араластырамыз. Қантымыз ергенше жақсылап араластырып алыңыздар. Жұмыртқаның сарысында біртіндеп асықпай әдемілеп салып аламыз. «130 грамм ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін жаңағы сұйық массамызға жайлап біртіндеп асықпай қосып аламыз. Бұл жерде бізде, яғни массамыз басылып қалмау керек. Осындай көпіршік болып тұру керек. Айналдыра отырып араластырамыз. Рецепт ұнаса, каналыма лайк басып тіркеліп кетіңіз. Одан кейін 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170 градуста 13-15 минут пісіріп аламыз. Осылай салып алғаннан кейін жан жағына жаямыз. Біркелкі болу үшін. Духовкамызға жібереміз. Оған дейін біз кремін дайындаймыз. Сгущенка мен вареная сгущенка және творожный сыр. Бұл жерде маған творожный сыр ұнамады. Басқаны қолдансаңыздар болады. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Каналыма даму үшін тіркеліп лайк басып комментарий кетіңіздер. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Коржигіміз піскеннен кейін кішкене 5-10 минутқа суытып алыңыздар. Содан кейін осылай теріс айналдырып, ішкі жағына осылай кремін жағып аламыз.
рулетімізді жақсылап айналдырып аламыз. Содан кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа жіберіңіздер. Осындай керемет болып шығады. Бетін шоколадпен, өз қалауларыңызбен әрлесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.